Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін бай болудың жолдарын айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Бай болу оңай, тек ол үшін бірнеше әрекеттерді әдетке айналдырғаныңыз жөн. Күнделікті жұмысқа бару, үйге келу, теледидар көру барлық қарапайым жұмыскерлердің әдеті. Ал бай және жетістікке жеткен адамдар қандай болады, әдеттері қандай, соны сіздерге тізіп шығайын. Ең бірінші айтатынымыз ол қателіктен қорықпаңыз. Ешкімді күтпеңіз және шешім қабылдауға асығыңыз. Тез шешім қабылдап үйреніңіз. Қателіктерден қорықпаңыз, қателіктер өз пайдаңызға асырыңыз. Бұл еш нәрсе істемегеннен жақсы. Ойыңызға идея келді ме, бірден жүзеге асыруға асығыңыз. Мүмкіндікті күтпеңіз, мүмкіндікті қолдан жасаңыз. Құл болмаңыз. Өзгеге емес, өзіңізге қызмет етіңіз. Құл болғыңыз келмесе, өз қызығушылықтарыңызға жұмыс жасаңыз. Сүйген ісіңізбен айналысып, жұмыс істеу дегенді білдірмейтін ұғыныңыз. Сізге өзіңізге ұнайтын нәрсемен айналыссаңыз ғана сізге үнемі табыс келіп тұратын болады. Келесі кеңес: биікке ұмтылыңыз. Алдыға биік мақсаттарды қойыңыз. Айына $5000 табыс табамын деп мақсат етіңіз. Одан аз болмасын. Себебі қаншалықты биікті аңсасаңыз, соншалықты тез көтерілетін боласыз. Үнемі қасыңыздағы адамдарға мән беріңіз. Жеңімпаздармен араласыңыз. Жан-жағыңыздағы жақсы адамдарға толтырыңыз. Тек жақсы адамдар ғана емес, үнемі жеңімпаз болсын. Өзіңізге пайда әкелмейтін адамдардан аулақ болыңыз. Өмірлік тәжірибесі көп адамдармен араласыңыз да солардың тәжірибесін өзіңізге сіңіріп үйреніңіз. Қосымша табыс табыңыз. Пассивті табыс көзін іздеңіз, себебі табыс табу үшін барлық уақытта сіздің тікелей қатысуыңыз маңызды емес, табыс көздері жетерлік. Өзіңіздің жеке кемі 3 түрлі доход көзіңіз болу керек. Бай адамдар мен кәсіпкерлердің өмірі мен жетістіктерін зерттеңіз. Солар секілді ойлауға тырысыңыз. Олардың жетістігінің сыры неде екенін іздеп көріңіз. Ғаламтордан және жеке биографияларға құралған кітаптарды көптеп оқыңыз. Олардың қалай жетістікке жету жолын ұғынуыңыз керек. Және де өзіңізді мақтаңыз. Бұл өзіңізге деген сенімділік пен өз бағаңызды көтереді. Қателіктер үшін өзіңізді жазғырмаңыз. Тағы да айтатын зат, ол бәрін қағазға түсіріңіз. Күнделік бастаңыз. Ойыңызға кез келген идеяны жазып отырыңыз. Барлық жетістіктердің, сәтсіздіктердің мен жеңілістерін қағазға түсіріңіз. Бұның барлығы сіздің тәжірибеңіз. Күнделікте бос бет болмауы тиіс. Бір ай алдыға толтырып қойыңыз. Сонымен қатар жазылған іс-әрекеттердің орындалуын қадағалаңыз. Инвестиция жасаңыз. Инвестиция жасауды ұмытпаңыз. Бірақ бұл салада қателік жасамауға тырысыңыз. Барлық уақытта оң жағы мен теріс жақтарын салыстырып жүріңіз. Ақпарат жинаудан жалықпаңыз. Бүге-шүгесіне дейін зерттеп алыңыз. Жасаған тәуекел өзін ақтауы тиіс. Акция сатып алыңыз. Сұрақ қойыңыз. Өзіңізге сұрақ қоюдан жалықпаңыз. Мен кіммін? Мен неге ерекшемін? $1 миллион болса қайда жаратамын деген сұрақтарды қойып тұрыңыз. Өзіңіздің күшіңіз бен ойыңызға бір жерге шоғырландырыңыз. Өзіңізге жауап беру оған көмектеспей қоймайды. Армандаңыз. Армансыз өмір сүрмеңіз. Армандауды ұмытып кетпеңіз. Арман басты қозғаушы күш. Арманыңыз және армандардың орындалатынына сеніңіз. Себебі адам армандауды, қиялдауды ұмытқан кезде ол алға ұмтылуды тоқтайды. Сондықтан үнемі армандап жүріңіз. Кедейлікпен күресіңіз. Берілмеңіз. Ешқашан берілу жайлы ойлы қозғамаңыз. Алға ұмтылыңыз, дамыңыз, өзіңізді жетілдіру үстінде болыңыз. Ешқашан кедейлікпен күресіңіз. Кедейлік кез келген жанның жауы. Бұл күресті жеңгендер ғана жетістікке жетеді. Егер бұл видео сіздерге ұнаған болса, пайдалы болса ақпарат, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.